Қайырлы күн баршаңызға, қалайсыздар, құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздермен бөлісетін рецептім бізде осындай әдемі әрі дәмді песочный пирог, ішіндегі начинкасы бізде алмадан. Өте тез дайын болады және жиымтал. Пирог кофелермен күшті кетеді. Менімен бірге видеоны соңына дейін көріп жасап көріңіздер. Алдымен песочный қамырымызды дайындап аламыз. Бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызға жұмыртқа қантымызды салып, ванилинді салып, біркелкі болғанға дейін араластырып аламыз. Електен шығарылған ұнымызға разрешителімізді салып, араластырып алып, одан кейін барып қамыр илеуді бастаймыз. Бізде осындай әдемі жұмсақ қамыр болу керек. Песочный қамырымыз міне дайын болды. Енді осы қамырымызды екіге бөлеміз. Біреуін үлкендеу етіп, біреуін кішілеу етіп, үлкен формаға жаямыз қамырдың. Пирогтың негізгі бөлігі үстіне сәндегенге қалған кішілеуін алып қоямыз. Егер сіздердің начинкаларыңыз дайын болса, сразу жаңа дайын болған қамырымызды жайып істей берсеңіздер болады. Егер дайын болмаса, жарты сағатқа холодильникке қойып қойыңыздар. Ол қамыр бізде ішіне сармай болғандықтан тез еріп неғып кетеді. Сондықтан алма турап жатқан кездеріңізде немесе дайын болмаса холодильникке сап қойыңыздар. Жаңағы алмамызды осылай дәулеу етіп турап аламыз. Ішіне кукурузный крахмал мен қант саламыз. Егер алмаларыңыз қышқылдау болса, өздеріңіздің дәмдеріңізге қарай саласыздар қантты. Енді пирогымыздың формасы менде 26 диаметр, бойы 2,5-3 см. Сіздерге описанияға тағы жазып қалдырамын. Жаңағы үлкен алып қалған қамырымызды ішіне жаямыз. Бірінші қолымызбен немесе столға ұн жеріп оқтаймен жайсаңыздар болады. Барлық жері бірдей болу үшін бізде міндетті түрде барлық жерін бірдей етіп жаю керек. Неге десеңіздер, пісіп жатқан кезде шұға жерлері шұға болып қалады. Егер қалың болған жерлер қатты ісіп кетуі мүмкін. Сондықтан барлығыны бортиктеріне дейін тигізіп, әдемілеп жабыстырып жайсаңыздар, өте әдемі, күшті болып шығады. Приятный болып пирогтарыңызда ертең қонақ келген кезде де ұялмайтындай болып, осылай барлық жерін бірдей етіп жайып аламыз бір тегісте. Енді жаңағы дайындап алған алмадан турап алған начинкамызды ішіне саламыз. Бір тегіс етіп жайып. Алманы теркодан шығармаңыздар, қатты сулы болып кетеді. Осылай сәл ірілеу етіп турасаңыздар, қазір піскен кездің өзіне жұмсақ әдем болып шығады, сочный болып. Егер алма емес басқа пирогтың рецептілері бар, менде көрсеңіздер болады. Ішіне вареньемен салып істесеңіздер болады. Енді начинканы салып болғаннан кейін жаңағы алып қалған кішкене қамырымызды столға ұн жеріп жайып аламыз. Бетіне қазір ирек етіп осылай қойып сәндеп аламын. Егер сіздер үйтіп істемейтін болсаңыздар, морозилкаға қамырды 1-2 сағатқа қойып, әбден қатқаннан кейін теркадан шығарып, бетіне крошка етіп сеуіп пісірсеңіздер де болады. Ол менде күшті болып шығады. Мен осылай етіп жасадым. Ол енді өздеріңіз қалауларыңызға қарап, осылай барлық жерін бірдей етіп әдемілеп сәндеп қойып шығам, бетіне клетка етіп. Бұл да қазір піскен кезінде өте әдемі болып шығады. Жасап көрулеріңізді кеңес берем, өте күшті, дәмді болып шығады. Тағы да тез дайын болатын пирог рецепті. Енді қызып тұрған духовкамызды алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз. 30-35 минутта пісіріп аламыз беті қызарғанша. Біздің пирогымыз міне пісіп шықты. Пирогтың ыстық кезінде формасынан шығармаймыз. Ешқашанда ыстық кезінде шығарсаңыздар сынып кетеді. 1 сағаттай, 1,5 сағаттай суығаннан кейін барып формасынан шығарамыз. Онда да абайлап шығару керек, абайлаңыздар. Суығаннан кейін бетіне сахарный пудра сепсеңіздер болады. Осындай әдемі көрініш болады бізде. Немесе ұнатпасаңыздар сеппесеңіздер де болады сахарный пудраны. Осымен біздің пирогымыз дайын болды. Қазір сіздерге ішін кесіп көрсетемін, өте күшті болып шығады. Ішіндегі начинкасы да қамырды песочный болып шыққан. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Жасап көрулеріңізді кеңес беремін. Үйлеріңізге қонақ келген жағдайда да үйдегі бар заттардан, қамырына да, ішіндегі начинкасына да үйдегі қолжетімді заттар істеп көрсеңіздер болады. Осымен біздің пирогымыз дайын. Қазірге бөлінуінде бәрін көрсетіп өтем. Мен парақшамнан алыстамаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецептілермен бөлісемін. Парақшамда көрсеңіздер болады. Әртүрлі рецептілер бар, тамақтар бар, тәттілер, шайға арналған, немесе плейлистқа салып қойғанмын. Міне пирогымыз осындай жұмсақ керемет болып шыққан. Жасап көрулеріңізді кеңес беремін.
ас болсын. Сіздермен бірге болған Зұлхмар. Барлықтарыңызға рахмет. Видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, парақшама тіркеліп кетіңіздер. Және де комментарий жазсаңыздар, сіздерге қуана-қуана ответ қайтаратын боламын. Сау болыңыздар.